Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 105-ші сабақ. Етістік. Мәтіндегі етістіктерді табамын, дереккөздерден қажетті мәліметті іздеймін. Бірінші жаттығу. Суреттерге қара. Балалар не істеді? Балалардың іс-қимылын білдіретін сөздерді ата. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Өзіңе ұнаған сурет бойынша мәтін құрастырып жаз. Қимылды білдіретін сөздердің астын сыз. Бірінші жаттығу бойынша балалар не істеді? Балалардың іс-қимылын білдіретін сөздерді ата деді балалар бізге. Балалар ағаш отырғызды, құстарға ұя жасады, олар ағаштарды суғарды. Мұнда балалар іс-қимылын білдіретін сөздер отырғызды, жасады, суғарды. Бұл сөздер балалар не істеді деген сұраққа жауап береді. Келесі балалар, мұнда мен бірінші суретті алдым, яғни сурет бойынша өзіміз мәтін құрастырсақ болады екен. Көктем келді, табиғат оянды, құстар жылы жақтан оралды, ауыл балалары құстарға ұя жасады. Құстар жаңа ұяларына қоныстанып, табиғат жанданды. Мәтінде қимылды білдіретін сөздер келді, оянды, оралды, жасады, жанданды. Екінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Қимылды білдіретін сөздерді тауып, астын сыз. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Екінші жаттығу бойынша өлеңді көшіріп жазайық балалар дәптерімізге. Тиын. Жемістерді қағады, жаңғақты да шағады. Көк майсаға аунайды, түлкіден бір аумайды. Мұнда балалар қимылды білдіретін сөздер қағады, шағады, аунайды, аумайды. Астын сызып алайық. Бұл сөздер балалар не істеді сұрағына жауап береді екен. Ережеге назар аударайық балалар, және есімізде сақтап жаттап алайық. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, жүгірді, өсті, ойнады, сайрады. Үшінші жаттығу. Оқы. Мәтінге ат қой. Арша көп жылдық өсімдік. Құрамында эфир майы, шайыр, балауыз болғандықтан одан дәрі алынады. Аршаның бір қасиеті уранды табуға көмектеседі. Өйткені арша бұтағы бойына уранды жинайды. Бабаларымыз аршаны киелі деп санайды. Жақсылық әкелсін деген ырыммен үйге іліп қояды. Сен білесің бе энциклопедиясынан? Мәтіннен етістіктерді тап. Мәтінді етістіктерсіз оқып көр. Не түсініксіз болды? Сөйлеуде етістік не үшін қажет екен? Уран сөзінің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Мәтіндегі етістіктер алынады, көмектеседі, жинайды, санайды, іліп қояды. Мәтінді біз етістіктерсіз оқитын болсақ, балалар, яғни сөйлеміміз аяқталмайды екен. Уран ақ түсті металл. Төртінші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті етістікті қойып сөйлем құрап жаз. Көктем келді, жер көгерді. Күн жылынды, найзағай күркіреді. Табиғат ұйқысынан оянды. Құстар жылы жақтан ұшып келді. Дәптерлеріңе жадқа жазып ала қойыңдар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.